Қазақстанға келетін турист саны көбейіп жатыр дейміз. Оны анда-мында жариялап, пропаганда жасаймыз. Ал Тоқаевтың айтуынша, сол келіп жатқан туристердің 90%-ы тмд елдерінен екен. Яғни өзіміздің көршілес бұрынғы таныстарымыз кіріп шығып, статистиканы көбейтіп отыр. Тоқаев рас сөйледі ме? Бірге тексерейік. Ұлттық статистика бюросының дерегінше 2023 жылы елімізге 1 миллион 84 мың турист келген. Ал оның ішінде тмд-ға тиесілі саны 551 мың ғана. Яғни келген туристердің 50%-ы тмд елдеріне тиесілі. Соған қарап, Тоқаевтың сөзін жалған екен айтуға болады. Тмд елдерінен 500 мыңнан аса турист келді делік. Оның 445 мыңы немесе 80%-ы Ресейден келген екен. Олар точно туристер ме, әлде мобилизациядан қашып келгендер ме? Одан бөлек Өзбекстаннан 35 мың адам, Қырғызстаннан 23 мың, Украинадан 13 мың және Беларусьтен 12 мың адам келген екен. Ал енді тмд елдерінен басқа қай мемлекеттерден келгенін білесіздер ме? Олардың арасында әрине ең көбі Қытайдан 104 мың адам, Түркиядан 55 мың, Үндістаннан 54 мың, ақш-тан 37 мың, Германиядан 28 мың, Кореядан 24 мың және Ұлыбританиядан 23 мың адам келген. Одан бөлек мына қызықты қараңыздаршы. Кук, Комор аралдары, Гвинея-Бисау, Джибути, Гибралтар, Ватикан және Тувару аралдарынан әрқайсысы бір ғана адам келген. Біз аралға демалуға бара алмай жүрсек, бұлар біздің елге келіп жатыр екен. Тәуелсіздік алған 30 жылда неге мемлекетімізді туристік мемлекетке айналдыра алмадық? Қалай ойлайсыздар? Егер де алып қосар ойларыңыз болса, пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп, каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.